Мен Ұлан, каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Қаратал өзеніндегі жартастардың бірінде отырмын, қараңыздар. Өте үлкен жартас. Ар жағында Қаратал өзені ағып жатыр. Енді сіздерге айтайын дегенім, сіздер бұрын соңды Ақсақ Темірдің қарақшысы деген сөзді естідіңіздер ма? Мен бұл сөзді 2012 жылы университетте оқып жүрген кезде ең алғаш рет естіген болатынмын, және де басында мән бермедім. Бірақ тарихи оқиғаларды біле келе бұл нәрсе туралы көп ойландым. Өздеріңіз білесіздер, 1405 жылы Ақсақ Темір 200 мың қалың қолды әскерін бастап Қытайға жорыққа аттанады. Бірақ 1405 жылы 18 ақпанда Отырарда қаза табады. Осылайша Ақсақ Темірдің Қытайды басып аламын деген ұлы арманы орындалмай қалған болатын. Және де Ақсақ Темірді Самарқандағы Гөр-Емер кесенесіне жерлейді. Және де бұл жерде бағана сіздерге айтамын деп отырған мәліметім, 18 ғасырда Иранның билеушісі Нәдір-Шах Гөр-Емер кесенесіндегі Ақсақ Темір жатқан жердегі бағалы нефрит тасын алып кетеді. Және де көп ұзамай Иранның жерінде қатты жер сілкінісі болады. Және де Нәдір-Шахтың өзі де ауырып қалады. Осыдан қатты қорыққан Нәдір-Шах нефрит тасын қайтадан Гөр-Емер кесенесіне апаруды ұйғарады. Жолда абайсызда нефрит тасы екіге бөлініп кеткен болатын. Архитекторлар әрине бұны қалыпқа келтірді ғой, дегенмен де әлі күнге дейін оның бөлінген іздері бар дейді. Және де көп ұзамай Нәдір-Шахтың өзі қаза табады. Ал одан кейін бұл нефрит тасына ешкім теспеген дейді. 20 ғасырда, яғни 1941 жылы маусым айының басында Сталиннің бұйрығымен антрополог Михаил Герасимов бастаған зерттеуші ғалымдар Самарқанға келеді. Олардың мақсаты Ақсақ Темірдің табытын ашу болатын. Және де ол жерде тек қана Михаил Герасимов қана емес, сонымен қатар белгілі шығыстанушы Александр Семенов, одан кейін тәжік жазушысы Садриддин Айни, және де өзбек кино операторы Мәлік Каюмов та бар болатын. Ақсақ Темір жерленген жерде көк таста қарғыс жазылған дейді. Бастапқыда зерттеуші ғалымдардың кейбіреулері тоқтатайық деп айтады, яғни зерттеуді. Бірақ ол кезде Сталиннің бұйрығы болғандықтан, олар Сталиннен қорыққандықтан, олар зерттеуді жалғастыра береді. Және де осы зерттеу барысында, яғни табытты ашпай тұрып, 3 ақсақал келіп, бұл табытты ашатын болсандар, әлемде соғыс басталатын ескертеді. Және де олар бұл ақсақалдардың сөзіне құлақ аспайды. Ақсақалдар өздерінің сөздерін тыңдамағандарын көріп, шығып кетіп қалады. Мәлік Каюмов арттарынан жүгіріп шығып, жаңағы енді видеоға түсірейін деп ойлайды ғой енді. Содан ақсақалдар таппай қалады. Одан кейін ол қарияларды ешкім көрмеген дейді, кімдер екендері де белгісіз дейді. Және де олар басында ескерту айтқан кезде қолдарында кітап болған дейді. Ол кітапты да одан кейін ешкім көрмеген деп айтады. Осылайша 1941 жылы 20 маусымда Ақсақ Темірдің табытын ашады. Және табытын ашқан кезде ерекше бір хош иіс шыққан дейді. Сонымен қатар қиыншылықпен ашқан дейді. Ол табыттың салмағы 3,5 тонна болатын. Астына бөренелерді қойып, домалатып жүріп, кесененің кейбір бөліктерін зақымдап, соған қарамастан Ақсақ Темірдің табытын ашады. Ал 1941 жылы 22 маусымда, яғни Ақсақ Темірдің табыты ашылғаннан кейін, 2 күннен кейін Германия кеңес өкіметіне соғыс ашады. Және де осы ақсақалдардың айтқан сөздерін кейін зерттеуші ғалымдар естеріне түсіріп, қатты қорқады. Және де бұл Ақсақ Темірді янсты деген әңгімені кейін Сталиннің өзі де естіп қалады. Ол табыт ашылғаннан кейін Ақсақ Темірдің сүйегін Мәскеуге алып кетеді. Антрополог ғалымдар оның сүйегін зерттейді. Ол кезде соғыс өртінің нағыз тұтанған кезі болатын. Содан Сталин Ақсақ Темірдің сүйегін қайтадан Самарқандағы Гөр-Емер кесенесіне апарып қоюды ұйғарады, және де бұйрық береді. 1941 жылы
2 желтоқсанда Ақсақ Темірдің сүйегін қайтадан Гур Емир кесенесіндегі өзінің табытына келіп қояды. Сонымен қатар мұсылманша арулап жерлейді, және де осы реставрация дейміз ғой, оған 1 миллион рубль бөледі қайтадан қалпына келтіруге. Ол кездегі 1 миллион рубль дегеніміз өте орасан зор ақша. Және де сонымен қатар осы реставрация кезінде 5 килограмм алтынды да жұмсаған дейді. Яғни кесенені қалпына келтіру үшін. Мысалға, кейбір тарихшылар айтады, осы Ақсақ Темірдің табытын әкелетін кезде Мәскеудің үстінен 3 рет айналған дейді. Одан кейін барып, осы Самарқанға әкелген деп. Көп ұзамай осы кеңес өкіметі өзінің алғашқы ірі жеңісіне қол жеткізген болатын. Және де бұның барлығын сәйкестік деуге келмейтін шығар деп өзім ойлаймын негізі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақсақ Темірдің қарғысы деген рас па, жоқ әлде жай ғана қауесет пе? Міндетті түрде ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.